Қыздар, енді осы видеода енді кестеге кірістік. Сіздерге әдейі алдын ала тігіп қойдым. Симметричный екінші жағын, келесі жағын көрсету үшін. Енді міне мына жерде коронаның басында қалай тігіліп шығатынын көрсеткім келіп тұр. Хрусталь тастың айналасы қалай кіріп істейтін. Мына жерде мононит қолданып жатырмын. Мана сізге таныстырған екі тін. Бұл жерде мен сеткінің бетіне қалай түйіндеуге болатынын көрсетіп жатырмын. Кейбір кезде қыстырғышпен ұстап қойып артын ашып отыратын уақыт болмайды да, алдына қарай осылай түйіндеп тастармен бастырып жіберсеңіз де көрінбей қалады. Сондықтан бұл да жақсы әдіс. Артына қараймыз. Оюдың алды да емес, арты да әдемі болған жақсы. Сондықтан осылай екі жіптің ортасына өткізіп алдыңыз. Міне түйінге дейін. Бұл өте жақсы әдіс. Тексерілген әдіс деп айтсам болады. Сон тағы қайтарап түйіндегеннен кейін бір-екі рет тігіп жіберсеңіз болады. Өйткені мынағы сенімділік қой барлығы ойымыз. Міне осылай тіктіңіз және желательно тастарыңыздың бәрі бір линияда ортасына келіп тұрғаны жақсы. Қазір міне көрсетіп жіберейін сізге. Міне тігіп жатырмын. Шығарып көріп тұрсыз ғой қалай түйінделіп жатқанын. Міне тастардың барлығының ортасына қарай қақ ортасынан шығардым. Енді міне қолданатын заттар бисер, чешский бисер болсын, басқа бисер болсын, өзіңізге ұнаған цвет. Бұл жерде чешский бисер қолданып жатырмын. Міне қазір сізге көрсетейін. Мен тастың ең астынан, желательно қақ ортасынан бастапқы кезде сызып алсаңыз болады, қақ ортасы бірдей болу үшін. Міне, бірақ көз жобамен ортасынан ине шығардыңыз. Міне тап ортасынан көріп тұрғаныңыздай сізге көрініп тұр деп ойлаймын. Міне тастардың бәрі бір линияда болу керек. Сол жерден шығарып бисерге тігуге дайындап жатырмын. Міне пайетка. Бұл 6 мл пайетка мен 4 мл пайетка алсаңыз өте әдемі түседі. Бір-бірінің үстіне шығып, міне көріп тұрғаныңыздай золотистый мен зеленойды компоновать етем. Және бисер керегі. Міне 6 бисерді тізіп аласыз. Мына жерде сізге көрсетуге ұмытып кеттім. Қазір тағы да көрсетіп жіберем. Міне пайетка бірінші жұқа, жіңішке 4 мл, 6 мл пайетка. Соны апарып, міне көріп тұрғаныңыздай. Міне желательно әуелі солай мен көрсетіп жатқан сол бисер жатқызып қарап аласыз. Бір бисер қалдырасыз. Міне осылай тізбектің бір бисерін қалдырып, сол жерден ине кіргізесіз. Міне сол кезде бисеріңіз кішкене дөңбекшіп шығады. Міне көріп тұрғаныңыздай. Көріп тұрсыз ба? Кішкене бугорок болып тұр. Осылай екінші инені үшінші бисердің жанынан шығарасыз. Санап отырып, енді 6 бисердің үшіншісі, значит, жартысынан шығарасыз. Дәл солай манағы способпен бисеріңізді тізбектеп аласыз. Міне көріп тұрғаныңызда инеге тізбектеліп тұр. Золотистый пайетка, жасыл пайетка екеуін қосып, кішкене жалғастырып, пайеткеге қатты жабыстырмай, бірақ жақындатып әрі қарай тіге бересіз. Үшінші бисерден қайттан шығарасыз астынан. Осылай хрустальдың айналасын тігіп шығуға менің ойлап сіздерге көрсетіп жатқан. Лескіңізді обязательно тартыңқырап отырыңыз. Міне көріп тұрғаныңыздай тарта бересіз. Міне енді үшінші бисерден шығарасыз. Сол кезде осылай тастың айналасы әдемі көрікті болып шығады. Міне көріп тұрсыз ба?
төбесіне дейін манағы сізге көрсеткен сызық дедім ғой, примерно сызықты соған дейін апарасыз. Міне төбесіне дейін апардыңыз. Енді қайтадан қайтып артына шығарыңыз да қайтадан кішкене 2-3 рет қайтара тігіп, түйін деген сияқты тігіп жіберіңіз. Өйткені лескіңіз енді қозғалып кетпеу керек. Міне қайталап тігіп жатырмын. Өйткені қайтадан ең түбіне баруымыз керек, астына. Екі жағы бірдей болып шығу үшін. Көріп тұрғаныңыздай тігіп жіберіп жатырмын. Лескімен, жіппен. Сосын астына қарай бардым да қайтадан шықтым. Міне шықтым. Ең астынан, дәл ортасынан, тағы да манағы бисер тұрған жерден шығып, енді сол жақ қапталын жасаймын. Манағыдай әдіспен бір бисер қалдырып тұрып, жанына тігемін. 6 бисер, 1 4-лік пайеткі, 6-лық пайеткі. Сөйтіп, 3-ші бисердің жанынан шығып, тігіп отырып, осылай узор шықты. Ең соңғы пайеткіні кигізіп жатырмын. Желательно көз өлшеміңізбен бір сызыққа түсуге тырысыңыз. Ең соңғы бисерді 3-ші бисердің жанынан шығарып, төбесінде көріп тұрғаныңыздай пайеткінің ішіне кіргізесіз. Қазір көрсетемін сізге. Міне көріп тұрсыз ғой, дәл сол пайеткінің үстіне түсіп, бұл да бір әдемі әдіс. Міне тігіліп тұрған пайеткінің үстіне түстім. Сол кезде осылай міне 3 бұрыш болып шығады. Міне көріп тұрғаныңыздай хрустальдың айналасын тігіп болдық. Любой хрустальдың айналасын осылай тіксеңіз әдемі болып шығады. Мына жерде енді артын түйіндеп жатырмын. Любой тіккеніңіздің артын түйіндеп тұрсаңыз, өзіңіз сенімді боласыз. Өйткені бір жері сөгітіліп кетсе, қосалқы барлығы сөгітіліп кетпес үшін желательно түйіндеп қойып, сосын 2 сеткінің ортасынан жібіңізді манағы тігетін жерге дейін алып бара берсеңіз болады. Осындай мен әдіспен қолданамын. Шеберлер қолданатын, қолданбайтын білмеймін, бірақ мен жібім ұзын болғасын осылай қолдана беремін. Тігетін жеріме келдім.